Әбден шіріп тасыған байсымақ танысынан сұрапты. Осы жұртты түсінбеймін. Мені аш көз сараң деп қаралап жек көреді. Ал шындығына келер болсақ, мен өлгеннен кейін бар байлығымды қайырымдылық шараларына қалдырып отырмын ғой. Бұл сонда қалай болғаны? Танысы шекесін бір қасып ақырын былай депті. Бірде дейді шошқа келіп сиырға мұңын шағыпты. Адамдар менен жиркенеді. Тіпті кейбірінің өлердей жек көретіні бар. Ал сені еркелетіп сипалайды. Мөлдір көзім дейді. Сен әрине оларға ақ бересің, сүт май қаймақталады. Бірақ қалай десең де, менде аянып қалғаным жоқ қой. Етімді алады, шұжық жасайды. Керек десең терімді илеп былғары шығарады. Бәрібір мен жаманмын. Бұл сонда қалай болғаны дейді. Сонда сиыр көп ойланбастан, мен өнімдерімді тірі кезімде беремін. Мүмкін содан болар деген екен.